Бәріне сәлем, мен бүгін барлық экзамендерімді тапсырып болдым. Мен қатты өкінгенім, мен неге процессті түсірмедім, мен не үшін дайындығымды түсірмедім. Менде сондай бір период болды. Үйде отырып алып, түрім жаман болып дайындалған кезім болды да. Барлық экзамендер аяқталды менде. Ауылға бара жатырмын. Бүгін ертең жолға дайындаламын, ертең шығып кетемін, осылай. Бүгін мен сыртқа шығып не алдым? iPhone ұстаған жақсы шығар, бірақ оның заттарын алу өте қиын. Осындай адаптер мен кабель алдым. Білесіңдер ма, бұл екеуі маған 30 мыңға шықты. 30 мың деген менің ай бойы жұмыс жасап алатын ақшамның көп бөлігі, 70% деп айтайын. Айтпақшы, мен барлық экзамендерімді өте жақсы тапсырдым. Бірақтан барлығының жауаптары әлі шықпады. Бірақ өзім сенімдімін жақсы тапсырғаныма. Тағы бір айтатын нәрсе, бос болған кездерімде ата-аналарыңа барып қайтыңдар, оларды қуантып қайтыңдар. Мен бір ғана аптаға кетіп бара жатырмын. Басында бір ай деп ойлағанмын. Бірақтан кейбір жұмыстар болып жатты, сондықтан да мен Алматыға қайтып оралуым керек. 1-2 күн болсын ата-аналарының қасында болып қайтыңдар. Оларды қуанып қайтасыңдар, өздерінде дем алып қайтасыңдар. Бәріне сәттілік, жазды жақсы өткізіңдер. Мен сендерге жазда жақсы контент беруге уәде беремін. Біз сыртқа шықты. Қазір үйдегілерге заттар алуға, соған базарға бара жатырмыз. Мен вокзалға келдім. Қазір жарты сағаттай күтемін, сонымен I could be 1,000 miles away, sailing oceans, forgetting what you say. Well, you know that I've been terrible, tearing apart anything that seems redundant from what's there. Сендерге видео ұнатуын айтамын. Жазды пайдалы өткізіңдер, жазда менен пайдалы контент күтіңдер. Кездескенше. But I don't need sleep, I need serotonin, dancing in the dark like nobody.